Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін еті жұп-жұмсақ, қамыры езілмей түсетіндей қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламыз. Достар, видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Етімізді алдын ала 4-5 рет тазалап жуып аламыз. Үлкендеу ыдысымызға етімізді салып, керегінше салқындау суымызды құямыз. Және де отымыздың астын жай мөлшерде қойып, етіміз демі қайнап, етіміз жұп-жұмсақ пісіп тұр. Үстінен картошкамызды саламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алдым, әдемілеп жұқа қылмай жайып аламыз. Қамырымыздың шет-шеті қалыңдау болып кетпес үшін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, ортасына жинақтап осылай жайып алсаңыздар болады. Сол кезде қамырымыздың шеті бір Мінеки 15 минутта біздің қамырымыз пісіп шықты. Ешқандай қамыр езіліп кеткен жоқ. Осы рецептпен міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.
Қамырымыздың үстінен алдын ала дайындап қойған тұздығымызды құйып, етімізді салып, қонақтарымызға ұсынамыз. Достар, бешбармағымыз өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.